Оқу жөнінде өскелең ұрпаққа қандай кеңес берер едіңіз? Жоғары оқу орнына түсу не болмаса өз бетінше іздену. Қазір жоғары білім алуда орта білім алу саласы да ақсап тұр. Менің ойымша олар тіптен басқа бағытта. Біріншіден, мектептегі білім беру жолдары ескірген. Себебі бұрын білім беру өнеркәсіпке қызмет еткен. Дәлірек айтқанда өнеркәсіптің көшірмесі болған. Сол баяғы қоңыраулар, сол баяғы ауысымдар, өндірісте қажет болып қалар деген пәндер және тағы басқа. Ал жоғары оқу орны жайлы айтар болсақ, ол жерде де өндіріс экономикасын дамытуға бағытталған пәндерді оқытады. Жақында өз білім беру жүйемді жасап, өз мектебімді, университетімді ашу керек деген қорытындыға келдім. Неге? Себебі менің алдыма күйзелісте жүрген, өмірге деген мотивациясы жоқ, терезеге телміріп, қай жақтан тесік табарын білмей қарап отыратын, өзі жолын білмейтін, қаржыларын басқара алмайтын, энергияларын дұрыс жұмсамайтын, фокусын дұрыс бағыттай алмайтын әртүрлі студенттер келеді. Айта берсек көп енді. Соларды талдай келе, бұл біздің мектептегі, университеттегі білім беру жүйесінен кеткен олқылықтар екенін түсіндім. Жақында Minibos атты жобамның франшизасын мектептерге қалай кіргізсек болады деп талқыладық. Бірақ мысалы менің балаларым мектепте таңертеңгі 8-ден кешкі 5-ке дейін сабақ оқиды. Одан соң үй жұмысын орындау, уақытында ұйықтау керек. Білім басшылары менің жобамды қосымша уақыт талап ететін қосымша пән деп қана қарастырып отыр. Бірақ мен математика, химия, физика сияқты қазіргі негізгі пәндер қосымша сияқты жүруі тиіс деп ойлаймын. Және соны көпшілікке түсіндіргім келеді. Менің балаларға үйрететінім энергиясын басқару, күш қайратын өлшеу, назарын дұрыс бағыттау, қаражатын басқару, қарым-қатынас орнату, сауда-саттық жасау, кикілжіңдерден шешім табу, дұрыс мақсат қою, өмірге деген дұрыс көзқарас қалыптастыру, дұрыс ойлау. Бұның бәрі бала әліппені жатқа білгендей білуі керек дағдылар. Ал синус, косинус, тангенс, котангенс сияқты формулаларды білудің өмірге мүлде қажеттілігі жоқ. Мысалы, өзіме миллиардтарға қол жеткізуге 4 қана амал керек болды. Қосу, алу, көбейту, бөлу. Болды. Калькуляторда тек осы амалдар, сандар ғана қажетімді өтеді. Бір сандардың түбірін іздеп бас қатырмадым. Өмірімде еш пайдама жарамаған гипотенузаны не үшін оқыдым? Яғни мектеп біздің балалардың миын өміріне қажет болмайтын ақпараттармен ластауда. Мектеп кезінде бізде физика сабағы болмады. Мен тек авиацияға оқуға түскенімде аэродинамиканы, Бернулли заңын, Ньютонның заңдарын, аэродинамика принциптерімен таныстым. Бұларды мен еш жиған кезімде, маған бұл қажет болған кезде, ұшақты, тікұшақты басқаруды үйрену керек болғанда ғана зерттедім. Дайвинг курсына барып, халықаралық сүңгуір сертификатын алдым. Өзімнің мамандығыма қажет болған соң ғана Бойль-Мариот заңын, газдың парциалдық қысымы, химияны зерттедім. Ал оқушылардың миын бұлармен ашытудың керегі қанша? Университетте де сол әңгіме. Түкке қажеті жоқ ақпаратпен миымызды жүктеп тастайды. Миы ашығандар кейін маған келіп, мың сан сауалдарын қойып, қаржымды қалай басқарамын, энергиямды қалай сақтаймын, өмірдің мәні неде деген сияқты сұрақтардың астына алады. Сондықтан мен әлемде білім беру жүйесі дұрыс бағытқа қойылмаған деп ойлаймын. Ал біздің елдегі білім беру саласының кемшіліктері одан көп болмаса, кем емесі анық. Жаратылыстану ғылымдары, яғни балалардың ғалым болуына бағыттайтын математика, химия, физика ғылымдары біздің елге қарағанда батыс елдерінде өте жақсы дамыған. Ал біздің елде әлеуметтік ғылымдарға баса назар аударады деп білемін. Бұған бала физиканы жақсы меңгеріп алса, білімін іске жаратар жердің болмауы дәлел. Біздің елде ғылыми зертханалар, ғылыми атақтар, R&D департаменттері бар компаниялар өте аз, сондықтан да физиктер, химиктердің көбі шетел асып кетуге мәжбүр. Сол себепті балалардың ерте жастан бейімділігін анықтап, сол бағытқа қарай икемдеу дұрыс болар дер едім. Егер бала жаратылыстану ғылымдарына икем болса, ғалым болуға дайындау үшін РФММ, физмат сияқты оқу орындарына жіберу керек. Ал қалғандарын гуманитарлық бағытта қалдырған жөн. Дәл қазір біз гуманитарлық ғылымдарды дамытуымыз керек. Себебі оған капитал аз салынып, күш-жігер көп керек болады. Біздің елден жақсы физиктерді шығару үшін ғылыми зерттеу институттары, Siemens, General Electric сияқты компания, корпорация болуы шарт. Ал біз баланы оқытып аламыз, жұмыс орны жоқтықтан олар елден жарақтауға мәжбүр. Біздерге балаларды басқа, сауда-саттық, маркетинг, креатив, өнімді дайындау, IT сияқты салаларға үйрету керек. Бұл біздің елге оңтайлы шешім болар еді. Білім беру саласына жаным ашиды. Бұл сондай толғандыратын тақырып. Білім беру жүйесінің тиімсіздігі қатты алаңдатады. Адам жылдар бойы алған білімі мен оның қазір айналысатын ісі арасында жер мен көктей айырмашылық бар. Екі бөлек әлем.
Мансап жолымда жұмысшыларымның бірде-біреуінен диплом талап еткенде, білім туралы құжаттарын көргенде емеспін. Қаншалықты үлкен жұмыс беруші болсам да, оқуды қандай бағамен аяқтапты деп, не болмаса қандай пәндерді оқыды деп қарамаппын да. Бұның мен үшін маңызы жоқ. Менің шетелдік серіктестерімде менен дипломың, жоғары білімің бар ма деп қызықпапты. Ешқашан ешбір сұрамады. Жоғары білімі жоқ, бірақ жақсы ақша тауып, жақсы өмір сүріп жүрген көптеген кәсіпкерлерді білемін. Олардың саны сіз ойлағаннан көп. Бұл тақырып бойынша оқитын лекцияларымда көп сөз қозғаймын. Жетістікке жету үшін ақылдан гөрі сіздің энергияңыз маңызды. Мен білетін көптеген жетістікке жеткен кәсіпкерлер көбісі керемет ақылды, білімді емес, бірақ олар 100% табысты. Олардың энергиялары тасып тұр. Енжар, еріншек болып жүрген табысты кәсіпкерді көрмеппін. Ешқашан. Олар ақылды болмауы мүмкін, бірақ табысты. Тағы да айтамын, табысты болу үшін ақылды болу маңызды емес. Тағы бір өзекті мәселе балалар үшін ата-ананың шешім қабылдауында. Бұл үлкен мәселе. Әрине, лимоннан лимонад жасауға болатыны сияқты әр проблемадан шығатын жол болады. Егер ата-ана бала үшін шешім қабылдаса, онда олар сізге юрист бала, инженер бала керек пе, әлде бақытты бала керек пе деген сұраққа жауап берулері керек. Әрбір есі дұрыс ата-анаға әрине баласының бақытты болғаны керек. Қайда барсақ та, әр туған күн сайын тойда, барлық жерде бәрінің айтары бақытты бол емес пе? Сәйкесінше әрбір ата-ана баласының бақытты болғанын қалайды. Онда олар баласының сүйікті ісімен шұғылдануына мүмкіндік жасаулары керек. Ал сүйікті ісімен айналыстыру үшін алдымен сүйікті ісін анықтау керек. Бұл ата-ана өз ойын балаға міндеттемей тықпаламау керек деген сөз. Мектептегі білім беру жүйесі мен әдістемелердің кемшілігі ата-аналар генералдар сияқты балаларын өтіп кеткен соғысқа дайындап жатуы. Яғни ата-ана ағылшын тілі маңызды екенін естіп алып ағылшын тілін оқытады. Қытай тілінің маңыздылығын көре қояды да, менің балам Қытай тілін үйренуі керек деп, Қытай тілін үйретуге сүйрелейді. Ой, қазір IT мамандары көп табады екен деп, мектеп бағдарламасына IT-ді қостырады. Нәтижесінде біз 9-дан 12-ге дейін күніне 3 сағат оқысақ, қазіргі балалар таңғы 8-ден кешкі 5-ке дейін оқиды. Бұл миға қонымсыз. Білім басқармасы мен ата-аналарға мынаны жеткізгім келеді. Мәселе әрбір адамның миының өз шекті сенімділігі. Яғни ақпаратты қабылдауының өз шегі болады. Сен күніне максимум 3-4 сағат, өлтіріл тек 3-4 сағат қана өнімді ақпарат қабылдай алуың мүмкін. Қалған уақыттағы ақпараттар зая, себебі оны бала миы қорыта алмайды. Физикалық тұрғыдан. Ол ас жүйесі сияқты ғой. Сен 24 сағат бойы тамақ жейтін болсаң, асқазаның асты қорытпай қалады емес пе? Бұл өмірде әр нәрсенің өз циклі бар. Жеп тойдың ба, тоқтайсың. Жедің, тоқтадың. Оқуда да солай. Ақпарат жүктедің бе? Енді оны мида қорыту үшін уақыт бер. Барлық ақпаратты жүйелеп өз орнына қойып түсінік қалыптасу үшін уақыт керек. Ал егер сен ақпаратты үсті-үстіне кешкі 5-ке дейін жүктей берсең, одан соң үй тапсырмасы, уақытында ұйықтау керек екенін ескеретін болсақ, әр бұл күнделікті осылай қайталана берсе, бұдан ешқандай жақсы нәтиже шықпайды. Бұл жөнінде мынадай тура корреляция бар. Қаншалықты көп пән оқытсаң, бала соншалықты аз ақпарат қабылдайды. Бұлайша айтқанда, ұстаздардың еңбегін бар күш-жігерін зая кетірудесіз деген сөз. Яғни бұл ұстаз бекер қызмет атқарады, мектеп босқа жұмыс істейді, бала уақытын зая кетіреді дегенге саяды. Балалардың бақытты балалығы ұрланып, нәтижесінде бала мектептен зомби сияқты шығады. Сүйікті пәні жоқ, мектепке барғысы келмейтін, пәндердің ара жігін ажырата алмайтын, қарапайым нәрселерді түсінбейтін балалар болып шығады. Ал ата-аналар балаларға одан бетер түрлі жүктемелер артуға дайын тұрады. Негізі менің ойымша, қазіргі жүйені құртып, бұрынғыдай күніне тек 4 сағат оқитын жүйені қайта жаңғырту керек. 4 сағаттан артық бала ақпаратты қабылдай алмайды деген нормативті қабылдау керек. Арғыра ерекше әдістерді қолдан. Қандай пәндерді қалдырған тиімді, қандай пән бала үшін маңызды екенін таңдау. Сонда ғана ата-ана қазіргідей қосалқы, керек емес нәрселермен баланың жадын жүктемей, баласының өміріне шынымен қажетті заттарды үйреткізеді. Назарларыңызға рахмет. Ақпарат пайдалы болса, лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыз.